сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балалар, бүгін БЖБ-ның екінші тоқсанның екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Бізде екі есеп берілген. Бірінші тапсырма: кестеге сүйеніп белгісіз мәліметтерді есептеп шығар. Яғни апельсин, мандарин, яғни жемістің массасы бірдей жәшіктердің, ал апельсин 7 жәшік, ал мандарин 8 жәшік болған екен. Жалпы салмағы 120 килограмм. Осыған ұқсас есептерді біз алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Енді соған сүйене отырып белгісіз жәшіктердің салмағын табайық. Біз ең бірінші бір жәшіктің салмағы неше килограммға тең болатынын тауып аламыз. Яғни ол үшін бірінші жалпы жәшіктердің санын тауып аламыз. Ол үшін 7-ге 8-ді қосамыз. Сонда 15 жәшік барлығы. Ал 15 жәшіктің жалпы салмағы 120 килограмм. Сол үшін әр жәшіктің салмағын табу үшін 120-ны 15-ке бөлеміз. 8 шығады. Яғни әр жәшікте 8 килограмм апельсин, алма, апельсин және де мандарин бар деген сөз. Енді 7 жәшікті 8-ге көбейтсек 56 килограмм, ал 8 жәшікті 8-ге көбейтсек 64 килограмм шығады. Сонда жауабы 56 килограмм апельсин, 64 килограмм мандарин болған екен. Келесі есепті шығар. Арасы 212 километр болатын екі айлақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы 24 километр сағат, ал екінші кеменің жылдамдығын тап дейді. Бұл жерде есеп бізге оңай болу үшін бірінші, яғни жалпы жол S болатын болса, соның, яғни ортасында жолыққан жерге дейін S1 аймақта тауып аламыз. Бұл жерде яғни бізге берілгені жол берілген жалпы, және де сағат 4 сағатта жолыққан, және де 24 км сағат бірінші жүк көліктің жылдамдығы берілген. Енді біз жалпы бірінші жүк көлігінің сағаты да жылдамдығы да белгілі болғандықтан оның жүрген жолын табамыз. Оның жүрген жолын S1 деп аламыз, яғни жолдың жартысы S1. S1-ді, яғни 24-ті 4-ке көбейткенде 96 километр, яғни бірінші жүк көлігі жүрген екен. Енді осы мәліметті, яғни бірінші машинаның жүрген жолы 96 километр болып тұр, ал бізде жалпы жол 212 километр болған. Осы 212-ден 96 километрді алып тастау арқылы біз келесі машинаның жүрген жолын табамыз. Яғни келесі жүк көлігі 116 километр жерге дейін барып екеуі жолыққан екен. Сонда оның жылдамырақ жүрген болып тұр. Енді біз екінші жылдамдықты табу үшін екінші жолды уақытқа бөлеміз, яғни 116 бөлінген 4. Мәні 29 км сағатқа тең болады. Жауабы, яғни екінші жүк көлігінің жылдамдығы 29 км сағатына жүрген екен. Сабақ ұнаса лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар. БЖБ-ға сәттілік, 5 алуларыңа тілектеспін.